Сәлем бәріне, бүгін 17-те бірінші есепті шығаратын боламыз. Бізде кітапта 4 формула берілген, 3 формуласын жазып қойдым. Енді шығарайық. Бізде мына жерде 3-тен 3 шығады, 3-тің туындысы 3. Себебі онан кейін тағы да айнымалы тұр. Синус x-тің туындысы косинус x-қа тең. Мұнда 2-ні шығарамыз, көбейтілген минус синус x деп тұр. Сонда 3 косинус x. Мынау минус пен плюс айналады да 2 синус x болады. Келесі мұнда бізде не берілген? Бізде котангенс x берілген. Котангенстен бізде минус 1 бөлінген синус квадрат x. Минус 1-дің туындысы 0-ға тең. Соны жазбай қоямыз. Тангенс x-тің туындысы бізде косинус квадрат x. Синус x-тің туындысы бізде косинус x. Енді біз ортақ бөлім береміз. Бізде косинус квадрат x, ол бізде ортақ бөлім. Оны мынаған көбейтеміз. Сонда мына жерде 1 болады. Қосылған косинус квадрат x-ті косинус x-қа көйткен кезде косинус куб x шығады. 2 минус 2 синус x шығады. Тангенс x-тан бізде бірінші есеп. Бізде бұл жерде туындыны табу керек дәл солайынан. Ол үшін 2-нің туындысы бізде 2 болып қалады. X-тің туындысы бізде 1. 2-ге 1-ді көйткен кезде 2 болып қалады. Қосылған бізде 2 алдында барады. Ол формулаға сай қоя салсақ, үстіне кетеді де косинус квадрат x шығады. Келесі мұнда синус, бұл кішкене күрделеу. Бұл жерде біз мына жерге жазайық. Синустың туындысы бізде неше? Бізде косинус. Бірақ косинус x-тің орнына біз осыны жаза саламыз. Көбейтілген, яғни бұл формула бар бізде. Бізде осындай формула бар, осы формулаға қоямыз. Мына жерде туынды деп тұр ғой, міне біз уже туындысын алып алдық. Синустан бізде косинус деген туынды шықты, бірақ x өзгермейді. Келесі бізде gx деп тұр. Ол мынаның ішінде тұрғандықтан біз мынаның туындысын жазамыз деген сөз. Сонда x-тің туындысы 1-ге тең. Мынау бізде сан болып саналады. 1-ге 0-ді қосқан кезде 1 болады. 1-ге кез келген санды көбейткен кезде дәл солай қалады. Келесі мұнда бізге туынды табу керек. Яғни формула қойған кезде бізде 4x, ол бізде u болып саналса, мына котангенс x, ол бізде міне v. Сонда мынаның туындысын табу керек деп тұр. 4x-тің туындысы бізде 4 қана болып қалады. Көбейтілген v деп тұр. Көбейтеміз котангенс x деп жазамыз. Қосылған мынаны дәл өзі жасаламыз. Туындысыз міне ол бізде u міне 4x көбейтілген туындысы деп тұр. Міне мынаның туындысын табамыз. Котангенс x-тің туындысы бізде міне минус. Сонда бізде не шығады? 4 котангенс x минус, мұнда 4x-ті минус 1-ге көбейте саламыз. Сонда неге минус болып кетті? Себебі плюс пен минусқа айналады. 4x бөлімінде синус квадрат x болады. Келесі мұнда жаңағы b-ға ұқсайтын есеп. Біз астына жазасақ. Бізде ең бірінші мына формулаға қоямыз. Жаңағы көрсеткен мынаның туындысын табамыз. Яғни тапқан кезде только тангенс қана өзгереді. Сонда квадрат x-ті қоямыз. Дәл осыны жаза саламыз. Яғни бұл x деп саналады.
келесі бізге мынаны табу керек деп тұр. Сонда біз мына ішіндегісін туындысын тап дегендіктен сөйтіп жаза саламыз, туындысын жаза саламыз. Сонда мен мында қателестім, себебі мына жерде бізде x деп тұр ғой, x бізде мынау ғой, соның орнына жазамыз. Бөлінген косинус квадрат, квадраттан кейін x тұр ғой, x-тің орнына біз мынаны қоюымыз керек. Ұмытып кетпейміз. Көбейтілген туындысы, яғни мына формулаға қойып жатырмыз. Мынаның туындысы бізде бәрібірде 1 шығады, яғни x-тің туындысы бізде 1-ге етсе, мына жасайын. Мына бізде сан болып саналғандықтан 0 болады. 1-ге 0-ді қосқан кезде 1, 1-ді бір кез келген санға көбейткен кезде дәл өзі солай қалады. Сонда біз мынаны көшіріп жазамыз. Не жауабы? Мына жерде кішкене қателесіп кеттім. Себебі мына жерде бізде x-ті жазбаймыз, бізде уже x берілген, мынау x бізде.